кейіннен келгендерге не болады да, қарап алса болады. Ал кеттік ары қарай. Рахмет сұрақ сұрағандарға, яғни шынымен қатысып жатсыздар. Сұрақтарға да семинардың соңына қарай бір орын қалдырайық, иә. Сұрасаңыздар болады. Енді кеттік. Саяхат туралы айттық, иә. Плюстар бар, тек қана оқуға келмейсіз, қыдырасыз, саяхаттайсыз, балаларыңыз тегін оқиды. Көптеген университеттерде активитилар болады, иә. Күнде активитилер болады ғой, мына мынандай активити, иә, там ойын ойнау, фильм қарау, білмеймін, көп, білмеймін, бәрін айта берсең де көп уақыт кетеді қазір. Жалпы адамдар бұл жақта задрот, иә, ботаник болғысы келмейді. Олар активно бір жағынан оқиды, бір жағынан да активно жақсы бос уақыттарын қолданады. Апта соңдары, апта іші деген сияқты. Кімде кім білім іздену жолына түссе, онда Алла тағала оған жәннатқа апарар жолды жеңілдетеді дейді. Сондай керемет хадис мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Яғни сіздер қазір, иә, білім іздеп жатсыздар. Сіздер қазір ниет етіп жатсыздар. Осы жерге қанша адам келді, иә, просто келген жоқсыздар да. Ниет еттім, құдай қаласа, не істеуге, осындай пайдалы білім алуға. Қытайда болсын, Америка болсын, қай жақта ол білім жақсы дамыған болса, не істейміз? Біз барамыз да. Алла тағала осы Американы да жаратты, осы жерде адамдардың бәрін жаратты. Яғни неге келмеске, неге көрмеске? Неге өмір тек қана сол бір жерде отырып, дүние жинап, иә, үй салып, машина алып, болды, сонымен болды, бәріне жеттім деген емес қой. Өмір деген ол одан да қызық, одан да ондай қорықпау керек, пробовать ету керек та. Яғни сізге ұнай ма бұл нәрсе, бір нәрсе сізді тартып тұр ма? Мені білетін шығарсыздар. Мен Қазақстанда осы PhD Америкаға бару туралы уже қанша жылдан бері айтып жүрмін, армандап жүрмін. Сол университетті 2017 жылы Назарбаев бітірген кезден бастап осыны ойлап жүрмін да. И қазір бұйырды да. 2 жыл бойы қатты дайындалдым, болмады. Бірақ 3-ші жыл өзімен өзі тез сондай керемет, былай айтқан кезде даже не ожидал болып кетті да, мысалы. Вот шынымен сіздерге айтайын, сондай керемет болды, өзім де күтпедім, шын айтсам. Вот сол үшін уақыт беріңіздер. Бұл нәрсе кішкене уақыт не істейді, талап ететін нәрсе. Вот мен қазір кірдім, қазір біліп аламын бәрін, тез там бірнеше айда істеп тастаймын деген емес. Бұл жақта асықпау керек. Шынымен сізге қызық, сізге мағыналы жерге бару керек, сондай жерді табу керек. Лучше сіз қазір көбірек уақыт не істеңіз, жұмсаңыз, 1 жыл болсын, 2 жыл болсын да, бірақ сізге керемет келетін, сәйкес келетін жерге соңында түссеңіз, сол қайырлы болады да, құдай қаласа. Әйтеуір любой жаққа мен кетсем болды, Америка болса болды, оқу емес қыдыру үшін десеңіз, не самая лучшая идея, сіздерге сразу айтайын, иә. Ниет қате болса, нәтижеде жақсы болмайды, скорее всего, деп ойлаймын да мен. Сол үшін дұрыс ішіңізде ниет етіңіз, ниет еттім, бүгіннен бастап, құдай қаласа, осындай салада Америкаға оқуға. Болды. Ары қарай қатты уайымдамаңыз, қалай болады, қашан болады. Алла тағала өзі сіздерге жәрдем береді да. Вот. Ниет плюс әрекет, құдай қаласа, қайырлы бір нәтиже береді. Ары қарай кеттік. Енді неге именно мен, иә, неге басқа бір жер емес, басқа біреу емес та, негізі бұндай өте көп инстаграмда нелер бар да, көмектесін адамдарға түсуге. Мен тек қана менімен жұмыс істеңіз деп айтпаймын, иә. Мен сіздерге шынымен пайдалы болғым келеді. Егер мен емес басқа бір жер сіздер үшін былай жақсырақ болса, сол дұрыс деп ойлаймын сізге. Яғни тек қана мен деп айтпаймын, иә. Маған и так та бұйырған келеді өзі. Ә, Сейчас я тебя вот это уберу. Нет. нақты дауысты алып Это вот тастайық. он так реагирует на вот это, ты сказал? Да. Капец. Құрметті достар, Жалғастыра беріңіз Еке. иә, дауыстарыңызды өшірсеңіздер, басқаға кедергі бермесеңіздер, уақыт и так та аз мына жақта. Так, шейер. Менің слайдым көрініп тұр ма?
иә иә Иә, анықтап көрініп тұрған. тұрады. Иә. Қысқашасы неге мен осы Америкаға, осы университеттерге түсу, болашақсыз, иә. Осы бойынша менде 3 жылдық тәжірибем бар, шынымен. Алла куә, не істедік? 3 жыл бойы тырыстық, әсіресе бірінші, екінші жыл. Одан кейін сіздер мені білесіздер, мен сіздерді білемін, яғни бірімізбен жұмыс жасадық, бірімізді білеміз. Мен қазір әлі үлкен компания құрған жоқпын әлі. Құдай қаласа, ниетім бар, иә. Енді бастап жатырмын. Пока что андай сарафанный радио қылып, бірнеше адаммен жұмысты бастаймыз. Одан кейін жайлап жайлап көреміз. Үлкен компанияға да, может, алла бұйырса айналамыз. Одан кейін басқа жаңағы бағаларын мен көрдім, басқалардың. Оларда қазір енді олар үлкен компания болған үшін, көп жылдан бері істеген үшін, олардың бағалары қайда қымбат болуы мүмкін, иә. Сол үшін мен қазір енді мен бастап жатқан үшін менімен бірге сізге арзанырақ шығады да. Мен не істеймін? Менің қандай плюсым бар? Мен аз адаммен жұмыс жасаймын. Маған қазір көп адам алу керек емес, мен өз оқуым бар, өз отбасым бар деген сияқты мына жақта. Сол үшін мен тек қана бірнеше адам таңдап аламын, конкретно жұмыс жасаймын, иә, деген сияқты. И солармен не істейміз? Жеке индивидуальный жұмыс жасаймыз. Яғни әйтеуір сіздерге видео курстар жазып оны жіберу емес, кәдімгідей не істейміз? Бірге жұмыс жасаймыз. Не үшін? Өйткені мен сіздердің үйренулеріңізді қалаймын. Ой, мен сіздер үшін бәрін өзім істеп беремін, иә, болды, түсіп кетесің деген, ол не самый лучший вариант. Ондайлар да бар жасайтын. Егер өйтсеңіз, ертең өзіңіз қиналып қалуыңыз мүмкін ақ келген кезде. Егер сіз менімен бірге, яғни немесе басқа біреумен бірге былай жасайтын болсаңыз, бүкіл процесс өтетін болсақ бірге, сол кезде сіз түсінесіз да, сол кезде үйренесіз. Келесі жылдарда өзіңіз уже не істейсіз, алып кете аласыз. Бұл жақта мен айтқым келгені, бұл мен сіздердің менторларыңыз сияқты боламын. Бәрін бірге жасаймыз үйрену үшін да. Ондай да бар. Сен маған мынанша миллион бер, мен бәрін өзім жасап беремін. Сен вообще түк жасамайсың. Полный, короче, не, кайф та. Ол қатты ешнәрсе үйренбейсің ондай кезде. Сол үшін менің ұсынысым, лучше не істеген дұрыс, осындай сопровождение, яғни бірге кездесіп, сөйлесіп, иә, документтер бірге дайындау деген сияқты, соның бәрін үйрену үшін жасау керек. Мысалы, қазір мен жұмыс жасадыңыз, келесі жылы не істейсіз? Уже үйреніп алғаннан кейін өзіңіз не істейсіз? Ешқандай ментарсыз ақ бұл процесті жасай алатын боласыз. И мынандай бір мотивация, адам өлмей жатып, осындай ең үлкен өкініштері бар екен да. Сондай статистика бар Америкада. Бәрін айтпаймын сіздерге, иә. Бірақ мысалы ең біріншісін айтқым келеді мен рисковать етуден қорықпауым керек. Мен көп адамдар өмірінің соңына келген кезде, блин, неге мен рисковать етуден қорықтым? Почему я боялся рисковать, иә? Почему я не жил своей жизнью? Мен қалаған өмір неге сүрген жоқпын? Неге мен қалаған заттарымды жасап көрген жоқпын? Неге мен шетелге барып қыдырып, білмеймін, реально сіз қалайтын нәрсе болса, неге оны жасап көрген жоқпын? Неге мен қорқа бердім, иә? Басқалар не ойлайды, басқалар мені не күтіп жатыр деген сияқты. Вот мен сіздерге ұсынысым, егер реально сіздің затыңыз болса, шетелге бару, оқу, иә, реально ертең адамзатқа пайдалы болам десеңіз, сол біліммен, ол кезде не істеу керек? Қорықпау керек. Лучше попробовать, иә, лучше рискнуть. Ертең болмай қалса, андай айтасың, мен тырыстым, мен қолымнан келгенін істедім, и қатты уайымдамайсыз. А егер сіз не попробовали, қатты қаладыңыз, қорықтыңыз, тағы да басқа білмеген себептер үшін жасамадыңыз, ертең андай өкініш келуі мүмкін. А может, мен жасап көрген кезде бұл нәрсе болатын еді. Яғни именно менімен емес, басқа біреумен де жасаңыз болады, өзіңіз істесеңіз болады, бірақ қорықпаңыз, жасап көріңіз. Мен өзім 3 жыл бойы тырыстым, уже жайлап жайлап шаршадым, блин, бәрін босқа болған сияқты ма деп ойлап жүрген күндер болды, бірақ соңына қарай қазір Аллаға шүкір, еш нәрсе босқа болмайды. Әрбір қадам бағаланады. Бисмилля деп бастау керек просто. Енді мен сразу айтып қойын, қандай кепілдік берем. Бүкіл құжаттарды уақытында сапалы дайындау, иә. Оқу жоспары, жаңағы дедлайндар, яғни соңғы уақыты бар ғой тапсыратын. Нақты қадамдар, тұрақты кеңес беру, яғни WhatsApp, Telegram-мен қолдау, Zoom кездесулер, иә. Жеке бағыт, индивидуальный подход, қай университет таңдау керек. IELTS бойынша кеңестер, болашақ бойынша көмек, иә, болашақ стипендиясы бойынша.
Сразу айтайын, қандай нәрсе кепілдік бермеймін мен. Біреулер кепілдік беруі мүмкін, бірақ мен ондай жасай алмаймын. Оффер, яғни оқуға қабылдауды мен ешқандай гарантия бере алмаймын. Яғни өзіме де берген жоқпын, сіздерге де бермеймін. Бұл нәрсе тікелей университеттің өзінің жаңағы admission officer дейді оны, солар қабылдайды, соларға байланысты. Сол үшін сіздерге айтарым, сразу, андай гарантия іздемеңіздер. Көп жерде негізі бермейді бұны. Өйткені көптеген факторлар бар. Қанша адам тапсырады, конкуренттер қаншалықты мықты. Сіз мықты болуыңыз мүмкін, бірақ олар одан да мықты болуы мүмкін. Бұл бірінші нәрсе. Бірақ көбінесе бұл офферді, яғни оқуға қабылдану өте оңай нәрсе. Керек заттың бәрін істесеңіз, көбінесе университеттер сізді қабылдайды. Бірақ екінші нәрсе қаржыландыру. Жаңа мен айтқан ассистентшип бар, сколаршип, стипендиялар, грант алу, былай айтқан кезде сіздің оқуыңызды олар төлеп беруі, сізге стипендия беруі деген сияқты заттар. Бұл тікелей неге? Университеттің өзіне байланысты, олардың бюджетіне байланысты, олардың жаңағы қазір кейбір салаларда не аз да, қаражат аз. Тікелей соған байланысты, конкурсқа байланысты, қанша адам алады, олар қаншалықты мықты деген сияқты. Университеттің өзінің қабылдау пайызы бар. Яғни көптеген факторлар бар. Сол үшін осы екі нәрседе оқуға қабылдану, қаржыландыру бойынша мен гарантия бере алмаймын, бермеймін, өйтіп айтуға да қорқам. Басқа адамдардан бұны көп сіз іздемеңіз. Керек нәрсені жасасақ, Құдай қаласа, біз не істейміз? И қабылданамыз, и қаржыландыру табамыз. Өйткені қанша адам бұл нәрсені өтті. Сіз бірінші емессіз. Сразу осыны айтып қояйын. Ары қарай кеттік. Енді менде екі-ақ тариф бар. Аттарына күлмеңіздер. Тариф стандарт деген, қатты не істеген жоқпын мен. Айтқан кезде әртүрлі тариф аттарын іздеген жоқпын. Жалпы тариф стандарт, бұл жақта 6 ай бойы мен сізбен жұмыс жасаймын. Бірге қол ұстасып не істейміз? Сіздің мақсатыңызға барамыз, жетеміз, Құдай қаласа. Бұл жақта 3 университет таңдаймыз. Сол 3 университет бойынша не істейміз? Жоспар құрамыз, қашан, қалай, қай университетке түсу. Ең маңызды сол CV, резюме документін дайындаймыз. Мотивациялық хат өте маңызды. Және 2 немесе 3 рекомендация хатын бірге сіздермен дайындаймыз университетке. Яғни бұл тек қана мен бәрін жазып беремін емес, бірге. Мен сіздерге тапсырма беремін, сіздер оны орындайсыздар. Сіздермен апталық Zoom консультация болады. Сол кезде біз істейміз, сіз жазған документтерді, мен тексеремін, сізге кері байланыс беремін, дұрыстауға көмектесемін, яғни бұл бірге болатын процесс. Одан кейін жаңағы WhatsApp, Telegram біздегі ыңғайлы қандай не болса, мессенджер, солармен естеймін, сіздерге қолдау беремін, яғни сұрақ сұрайсыз, жазамын, аудиомен, звондаумен, айтқан кезде максимально сіздерге не істеймін, ментор боламын. IELTS несіне дайындық емтиханына. Немесе жаңағы Duolingo дедіңіз, жаңа болашақ стипендиясын алуға көмек. Мен болашақ өткен жылы тапсырғанмын, осы жылы мысалы тапсырып көрдім, әлі жауап келген жоқ. Бірақ қазір ойымда болашақ стипендиясын алуда деген уже жайлап кетіп жатыр, азайып жатыр. Яғни осы жерде өмірге ақша жетіп жатса, болашақсыз-ақ оқуға болады. Яғни қысқашасы осылай, бағасы 700 мың теңге. Ойбай деп бәрі қазір зумнан шығып кеткен дей ма? Былай айтқан кезде бүгін, Құдай қаласа, яғни воскресенье ғой. Сіздерде уже кешіп жатыр, В общем, ертең понедельник кешкі уақытқа дейін, кешкі сол 7-ге дейін, егер сіздер кіретін болсаңыздар, мен бұл бағаны не істеймін? Бұл жақта біреу нәрсе жазып жатыр. Өте ыңғайлы баға дейді. Рахмет. Бұл не ғой? Бұл өте маңызды нәрсе. Мен дұрыс баға қойғым келеді и дұрыс жұмыс жасағым келеді. Көп баға қымбат қойып, сосын аз жұмыс жасап, немесе наоборот жасағым келмейді да мен. Достойны осы ақшаға, Құдай қаласа, соған лайық көмек беруге тырысамын. Егер бүгін кірсеңіздер, маркетинговый штучкалар ғой, қатты ондай нәрсені естемек қойық. В общем, егер бүгін кірсеңіздер, оны 590 мың теңгеге сіздерге бүгін скидка жасап жатырмын. Бұл өте ыңғайлы баға,
бұл былай айтқан кезде сіздің болашаққа инвестиция. Сол үшін бұл тек қана бүгін. Құдай қаласа біздің компания жайлап үлкейіп көбейіп не істеп жатқаннан кейін ол жайлап қымбаттай береді, иә. Мен енді бастап жатқан үшін осындай баға. Вот, сол үшін ойланып көріңіздер. Екінші тариф ол уже 12 для самых серьезных дейді ғой. Енді бұл жақта асықпай целый бір жылдың ішінде не істейміз, полный уже 12 ай дайындық, 12 ай қолдау, 3 емес 6 университет, бүкіл документтерді жаңағыдай дайындау, апталық сол Zoom консультациямыз, WhatsApp, Telegram поддержка, IELTS, Duolingo нелеріне, емтихандарына көмек, жаңағы болашақ стипендиясы алуға көмек, ол жағында опыт бар уже. Сол жағынан тоже көмектесеміз, егер болашақ стипендиясымен барам десеңіз. Бұл жақта уже более серьезный докторантурамен кетем десеңіз, профессорларға хат жазу, қалай олармен интервью жасау, қалай олармен сөйлесу керек, алдын ала қалай оларды табу керек. Сосын университетпен жаңа интервью жасау, университетпен жаңағы сізді қабылдап жатса, сол кезде интервью болады да, сол интервьюге дайындық жасаймыз. И соңғысы виза алуға көмек. Бұл жақта гарантия виза аласыз деп айта алмаймын, ол да адамдарға байланысты виза беретін, бірақ оған көмектесемін, өйткені өзім бұл нәрсені өттім. Бұл да өте маңызды сондай бір қадам. Қысқашасы 1.100.000 теңге, бірақ сіздер үшін тек қана бүгін дей ма? Қызық екен мынандай жасаған. Егер бүгін тоже, яғни понедельник сағат кешкі 7-ге шейін, 24 сағат па, не істесеңіз, осы уақыттың ішінде кірсеңіз, ол 890 мың теңгеге бұл тарифті беремін, иә, өте ыңғайлы баға деп ойлаймын. И бұл пока что осы бастапқы баға. Болашақта жайлап жеп ол да көбеюі мүмкін, біздің компаниямыз жайлап дамып жатқан болса, алла бұйырса. Сол, енді соңғы слайд, көп уақыттан алғым келмейді мен, четко как оно есть айттым. Яғни крем десеңіз, 10 мың теңге Каспиге жіберсеңіз болады. Ол жаңағы броньдау үшін, мен не істеймін, ойланып жатырмын, мен осыған кіргім келеді, мен өз орнымды сақтап алғым келеді десеңіз, осындай кішкентай бір сумманы не істеу керек, жіберу керек. Одан кейін тек қана сіздер үшін, тек қана бүгін осындай ішкі рассрочка жасап жатырық. Тек қана бүгін деп айтпай қой, болашақта да болатын шығар. 3 айлық рассрочка. Яғни мен Каспи, халық, мынау банкта кіргім келмейді. Өзімде ондай банктардан рассрочка алмаймын. Ол бөлек әңгіме. Оған кірмей-ақ қойық. Сол үшін сіздерге ішкі рассрочка, ешқандай пайыз нәрсе қоспай, чисто 3-ке бөліп, осындай нені беріп жатырық. Егер ойланып жатсаңыз, консультация алуға болады. Яғни бұл да өте мындай, қалай айтсам, керек нәрсе. Яғни ойланып жатырмын, сұрақтарым бар деген сияқты. 30 минуттық консультация 5 мың теңге, 1 сағат консультация 9 мың теңге. Яғни выгоднее деймін. Осыған сіздермен жаңа сөйлесіп, сұрақтарыңызды қоясыз, нақты сізге жайлап жоспар құра бастаймыз. Вот, примерно осылай. Енді давайте сіздің сұрақтарыңызға келейік, сұрақтарыңыз бар болса. Рахмет комментарий үшін. Нені скидка в рассрочку. Мен айтқан заттар, сол скидкалар бар, рассрочка бар, яғни сіздер үшін максимально сіздерге ашық, бай, прозрачный болуға тырыстым мен, қазірде ойланып көріңіздер, асықтырмаймын, ешқандай маркетинговый ходтарды қолданғым келмейді, ондай тек қана андай тез, алғашқы 3 адам деген сияқты. Вот, Каспи рассрочка мен кірмеймін, ол да бөлек әңгіме. Сол үшін не істеп көріңіздер, ойланып көріңіздер. Сіздердің сұрақтарыңыз мына чатта кетіп жатыр ғой, онда былай жауап берейін. Магистратурада стипендия бола ма, тегін оқу магистратура жоқ па? Магистратурада стипендиялар бар, чивнинг,
тағы да көптеген, мысалы Англияның өзінің стипендиялары бар. Ол оған қатты кірген жоқпын мен, ол интернетте бәрі бар, иә. Оларға түсуге болады, бірақ олар өте компетитив, яғни қиын. Мен өзім оларды даже не рассматривал. Магистратура көбінесе қазақтар немен, болашақпен түседі. Вот сол үшін сіздерге болашақпен тапсыруға тоже кеңес беремін. Бітіргеннен кейін елге қайтып жаңағы отработкасын жасайсыз деген сияқты. Ам, так, қанша сбережениемен бару керек отбасымен барса, енді мен өзім бірақ машинам болған, соны сатып сонымен келдім. Сол үшін чем больше, тем лучше. Біреулер айтады, 7-8 мың доллар болса, 10 мың доллардан асса, вообще 15 мың доллар болса, вообще керемет деген сияқты. Сол үшін семьяңызбен келсеңіз, чем больше, тем лучше. Яғни машинаңызды сатып, квартираңызды сатып деген сияқты. Вот. Қорықпау керек, рисковать ету керек. Мектепке оқитын балаларға қай жастан бастап дайындалған дұрыс? Мектепке оқитын балалар, мысалы менің балаларым, үлкені 6 жаста, құдай қаласа қазір келіп бірінші классқа, бірінші неге барады. Қатты ағылшынша білмейді. Hello, my name is Димаштан басқа. Сол үшін өше келеді, өшеден құдай қаласа үйреніп кетеді. Алла бұйырса. Жайлап жайлап қазірден бастап ағылшынша сөйлесе беріңіз, үйрете беріңіз. Конечно, ол жақсырақ болады. Бірақ балалар кішкентай болса, олар өшеде 2-3 айда и так алып кетеді деп жатыр, құдай қаласа. Балалар өте бізге қараған кезде мықтырақ тілге. Ересектерге қай левелден бастап? Жанар Дикамбекова, ересектерге қай левелден бастап? Яғни, сіздер бәрібір емтихан тапсырасыздар ғой, университетке кірген кезде. Сол үшін көбінесе IELTS 6-6,5 болса жеткілікті. Университеттер көбісі қабылдайды. Әсіресе магистратура. Докторантураға да 6,5 сондай жеткілікті. Кейбір жерлер 7 деген сияқты. Вот. Так, айтпақшы. Мен мына жақта жазып кетпедім ғой. Біздің жаңағы Каспий номер, егер біреуге керек болса, сіз үшін өте ыңғайлы номерді жасадым. Мені қараңыздар. Share. Міне 8-700-091-0070. Нөлдер көп, яғни. Осы менің Каспиім. Атым Айдын Интекбеков. Вот. Осылай шығады. Егер біреу бронь жасайын десе. Так, кеттік ары қарай. IT салада PhD қай университетті таңдаған дұрыс? Оны қазір бұл жақта айтпаймыз. Ол жақта консультациямен бірге отырып, асықпай, не істейміз? Бұл айтқан кезде университеттер өте көп, тем более IT саласында, көбінесе инженерия, IT бойынша Америка адамдар, көбінесе индустар келеді. Өте көп таңдау бар. Оны іздеу керек. Мысалы, келесі жылы магистратураға түсу үшін документті қай уақытта тапсыру керек? Көбінесе документтерді 1-желтоқсанға тапсырады адамдар. Көбінесе 1-декабрь, 15-декабрь, 1-январь, сол уақыттар. Бірақ ол бәрінде емес, кейбір университеттер не істейді, өзгеше болуы мүмкін, январь, февраль болуы мүмкін, ол университетке байланысты. Университеттің сайтында қарасақ, оны олар жазып қояды сразу. Өте жақсы сұрақ, Салават ағай. PhD, жаңағы GRE емтихан қабылдайды. Бірақ ковидтан кейін көп университеттер ол GRE-ді не істеді, отмена жасап тастады. Сол үшін мен лично өзім GRE қабылдамайтын, талап етпейтін нелерге тапсырдым өзім. GRE дайындалым келген жоқ. Артық уақыт, қаражат. Поэтому GRE қай жақта жоқ болса, сол университетке тапсыруға болады. Одан кейін IELTS болмаса TOEFL тапсырса өте ма? Конечно, өтеді, ереке. Қазіргі уақытта TOEFL-да, Америка көбінесе TOEFL, Мен өзім просто қанша жыл бұл IELTS дайындалғам,
сол үшін TOEFL не істеген жоқпын. Ну, қалай айтсам, IELTS та өтеді да мына жақта. Сізге қайсы ыңғайлы болса соны дайындалған дұрыс та. Но ең оңай Duolingo деген бар қазір. Иә, документ тапсырғанда IELTS нәтижесін, ол да мен сізге айттым ғой, IELTS-қа көмектесем дайындауға. Менде қай жақтан дайындау керек, қандай жаңағы нелер, сайттар бар. Мен IELTS 3-ке тапсырғам, одан өткенмін, сол үшін тәжірибем бар. IELTS қалай дайындау керек, ол жақта да сіздерге кеңес берем, көмек берем. Ағылшын тілін, яғни IELTS, яғни TOEFL, Duolingo, оны алу керек, онсыз болмайды да. Сол, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Так. Мен бұл видеоны сақтап, жаңағы ютубқа лақтырып, сіздерге жіберем группаға. И сосын қарасаңыздар болады. Я сіздерге көп рахмет. Бұл жақта Американы көрсетіп қояйын сіздерге. Көріп тұр ма? Мына жақта өте қызық. Ауа райы жақсы болып тұр қазір. Сол, егер басқа сұрақтарыңыз болмаса, тағы бар ма сұрақтарыңыз? Сәке, мен қазір айта алмайын қанша керек екенін, иә. Ол сіздің университетке, сіздің программаға байланысты. Соны зерттеу керек. Одан кейін жаңағы ішінде әр сайттың өзінде көрсетіледі. Қанша ағылшын тілі керек, қанша GPA керек деген сияқты. Вот. Сіздерге де көп рахмет. Пайдалы болсам қуанамын мен, иә. Құдай қаласа, әлі осымен бітпейді. Құдай қаласа, әлі кездесулер жасаймыз. WhatsApp группаға пайдалы заттар жіберіп отырамын, құдай қаласа. Иә. Жақсы, жақсы. Егер сұрақтарыңыз қалмаса, бәріңізге көп рахмет. Жазам десеңіз, маған жекеме де жазсаңыздар болады WhatsApp-қа. Көп бәріңізге не істеймін, сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Құдай қаласа, қаласаңыздар, менің университетімде тапсырыңыздар. Оған да көмектесем. Бұл жерде бірге жүріп оқысақ болады. Білім саласына қаласаңыздар. Мықты профессорларымыз бар. Өзбекстаннан, Түркиядан, деген сияқты, Түркиядан. Сол жақсы. Онда әңгімені ұзатпай қояйық. Бәріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа жекемен жаза беріңіздер.